Қайырлы күн оқырман. Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары. Бүгін сіздермен қазақ тіліндегі тұрақты сөз тіркестерінің мағынасын білетін боламыз. Жолы болу мағынасын білдіретін тіркестер. Асығы ашысынан түсу, жұлдызы онынан туу, тасы өрге домалау, бағы жану, аузының салымы бар. Жолы болмау мағынасын білдіретін тіркестер. Ілгері басқан аяғы кейін кету, аяғы аспаннан келу, тұмсығы тасқа тию, бағы таю. Сұлу, сымбатты адамдарға айтылатын тұрақты тіркестер. Ай десе аузы, күн десе көзі бар. Жаяу жатып, атты түсіп қарағандай, үріп ауызға салғандай, 14-інде туған айдай, алтын асықтай. Біреуге қамқор, жанашыр болу мағынасындағы тұрақты тіркестер. Бас көз болу, көз қырын салу, жоғын жоқтау, қанатының астына алу, қолтығына демеу. Және мақтану, астамсу мағынасындағы тұрақты сөз тіркестер. Құдайын ұмыту, мұрнын шүйіру, кеудесіне нан түсу, ханға сәлем бермеу. Ел ішіндегі атақты, елеулі, бетке ұстар адамдарға айтылатын тұрақты тіркестер. Ағай мен сығай, жақсы мен жайсаң, мүйізі қарағайдай, сайдың тасындай, сен тұр мен атайын. Құрметті оқырман, бұлардың барлығы қазақ тіліндегі мағыналас тұрақты тіркестер.